баршаға. Мінекей менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Міне біз сіздерме сосиска тестаны духовкада пісіреміз. Ол үшін бізге мінекей керекті заттарымызды дайындап қойдым. Описаниесіне қалдырамын. Бізге 13-тік не керек? Сосиска керек. 300 грамм сүтімізді құйып аламыз. Бисмилла. 1 штук жұмыртқамызды саламыз. Оқти. Барлығын салып аламыз. Мінекей 1,5 толтырмай 2 қасық қант салдым. Тұзымды салам. 1,5 қасық дрожжымызды салып аламыз. И сливочный масломызды саламыз. Жақсылап араластырып, мына жерге 500 грамм ұнымды дайындап алдым, електен өткізіп, осылай салып, араластыра береміз. Тестамыз жұмсақ болу керек. Жан-жағын тазалап, осылай бетін жауып, қойып қоямыз. Мінберге шықпай-ақ қойсам бола ма? Менің орныма сен сөйлей салшы. Сенің орныңа ма? Иә. Қаласаң бұл Майя ханымның үйрілерге бастасаң қалай болады? Дұрыс па? Мазақтай бермеші одан. Қазір қалып түссем көресің. Құдай сақтасын. Онда ештеңе болмайды. Мен сенің жаныңда қаққан қазықтай болып тұрамын. Қолыңды былай ұстап ал. Егер қобалжып тұрсаң, мен сөзге араласам жарай ма? Қолымды жіберме, жарай ма? Қашан жіберіп едің? Ешқашан. Міне осылай әдемі жұмсақ тестамыз дайын болды. Осылай бөлікке бөліп аламыз. Осылай домалақтап шығамыз. Тесталарымыз дайын болды. Енді бұлай жайып шығамыз. Осылай етіп, қазір бетіне жұмыртқа жағамыз. Жұмсақ әдемі теста болып жатыр. Осылай жайып, сосискамызды қойып, осылай жасаймыз. Мінекей. Мінекей жұмыртқаны осылай жағып шығамыз.
үстіне кунжут сепсеңіздер де болады. Мен жай жұмыртқаны жағып қоямын. Кішкене бір 10-15 минут тындырып қоямыз. Мінекей мына дайын болды. Тестасы өте әдемі болды, жұмсақ, керемет шықты. Каналымнан алыстап кетпеңіздер, өз пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Лайк басып, комментария жазыңыздар.